Тек ақылды адамдар ғана бұл өмірлік лайфхактарды біледі. Қарбызды пішінде кесіңіз. Сонда достарыңызбен қарбыз жегенде одан да көп ләззат аласыз. Тауық жегенде оны теріс қаратып қойып кесіңіз. Бұл қолайлы әрі көзге тартымды көрінеді. Жұмыртқа пісіргенде аздап лимон қосыңыз. Сонда қабығын оңай тазалайсыз. Жұмыртқа қоспасын бөтелкеге құйып қуырып алыңыз, дәмді жұмыртқа рулеті болады. Жұмыртқа қоспасын қасыққа құйып қыздырыңыз, содан соң ішіне салма қосыңыз. Дәмді буға піскен тұшпара дайындайсыз. Анарды 1 минут домалатып уқалап, пышақпен кішкене тесік жасаңыз. Анар шырыны дайын. Апельсиннің 2 ұшын кесіп, ортасын тілеңіз. Жемісін оңай жейсіз. Қарбыздың ішін алып тастап, ішіне тауық салыңыз. 2 сағат бұқтырыңыз.